Мамыл атындағы нөмірі 8 жалпы білім беретін мектеп кітапханасы. Кітапхана меңгерушісі Ермағамбетова Ақбөпе және кітапханашысы Абиева Гүлнара. Біздің мектеп кітапханасы 2 бөлімнен тұрады: абонемент және оқырман залы. Абонементте біздерде мына кітаптар сөрелерде алфавит бойынша орналастырылады. Біздің мектеп кітапханасының барлық қоры 50.565. Соның ішінде көркем әдебиетіміз 4.560 және оқулығым 45.960, әдістемелік кітаптарым 470 және электронды оқулықтарым 544. Бізде кітапханамызға келген күнделікті оқырмандарды мынандай күнделігіміз бар. Соған күнделікті келген оқырмандарды күндегісін күнде тіркеп отырамыз. Қазіргі таңда мен оқырмандарым, барлық оқырмандарым 903, жаңа келу саны 2060 және кітап берілімі 4018. Ескірген кітаптарды қордан шығарып отырамыз. Қордан 12339 кітап есемізден шығысталды. Биыл оқу жылының басында біздер мынандай бірінші жаңа буын оқулықтарын, бірінші сыныптарға жаңа буын оқулықтарын алдық. Мынандай әліппе, ана тіл, математика, тағы басқа осындай кітаптарды алып, барлық оқушыларға таратылып берілді. Қазіргі таңда бірінші сынып пен 11 сынып оқушыларым толық 100% қамтылып отыр. Биыл оқу жылының басында жаңа бірінші сыныптарға жаңа буын оқулықтарын алдық. Ана тілі, математика, орыс, тағы басқа осындай оқулық кітаптарын алдық. Осы оқулық кітаптары барлығы жаңа оқушыларға таратылып берілді. Қазіргі таңда бірінші сынып пен 11 сынып оқушылары толық 100% оқулықтармен қамтылып отыр. Әр жыл сайын жоспар бойынша біздер мектеп кітапханамызда кітап көрмесін және іс-шаралар ұйымдастырып отырамыз. Оқуға құштар мектеп аясында тәуелсіздікке 30 жыл 30 кітап көрмесін ұйымдастырдық. Барлығы топтастырылып, оқырмандарға библиографиялық шолу жасақтап ұсынылды. Міне, мұнда Маңғыстау маңғаз мекені, қазақ халқының ұлттық киімдері оқырмандарға насихаттап, библиографиялық шолу жасақталды. Және осындай жаңағы оқуға құштар мектеп аясында біздер буккроссинг көрмесі бұл ережесі, бұл жаңағы өзің оқы және өзгеге ұсын. Бұл көрмеден оқушылар өздерінің сүйген, өздерінің ұнатқан кітабын емін-еркін алып оқи алады. Әр жыл сайын жаңа жоспар бойынша біздер іс-шаралар өткіземіз ғой. Міне сол іс-шараларымызды тәуелсіздіктің 30 жылдығына 30 кітап, Абай дана, Абай дара қазақта, Абай ақынымыздың шығармашылығымен таныстырдық. Міне Мұқағали Мақатаевтың мәңгілік ғұмыр, жыр алыбы жамбыл, міне сосын жаңа мейірім төгетін ана, оқушылар өздерінің жасаған рефераттарын мына кітапханаға әкеліп тапсырады. Және біздерде осы жаңа қысқы демалыс кезінде өткізілген іс-шаралар, мұнда оқушылар өздерінің үйінде оқыған әдебиеттерін, ертегілерін жаңағы кері байланыс жасап кітапханаға жіберіп отырды. Және бастауыш сынып оқушылары жаңағы ертегі кітаптардан оқыған өздерінің есінде қалған кейіпкерлерін суретке салып кері байланыс жасап отырды. Оқуға құштар мектеп аясында бір ел бір кітап атты көрме ұйымдастырылды. Мұнда келген жаңа кітаптардың барлығы қойылды. Жаңа ақын жазушыларымыздың кітаптары, мысалы, батырлары, қазақ хандығының тарихы, қазақ әдебиеті, балалар әдебиеті, ертегілері, осы барлық осындай көркем әдебиеттермен жаңа мектеп қоры толықты. Біздерде кітапханаға келген оқырмандар формуляр жасақтаймыз, формуляр жазамыз. Формулярда оқырманның аты жөні жазылады. Сосын ішінде сол алған кітабының аты, инвентарный номері, отдельно және мына жерге қол қойылады. Бұл енді мына формулярлар бірінші сыныптан 11 сыныпқа дейін сыныбы бойынша біз орналастырдық, ал мұғалімдердікін алфавит бойынша орналастырдық. Кітапханамызда санитарлық талаптар қатаң сақталған.